Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Ахмад деген хадисінде айтады. Кім бір күнде 100 рет салауат айтатын болса, дейді. 100 рет. Тым қиын емес, иә? Әр намаздан кейін 20-20-дан бөліп қойыңыз. 3-ақ минутта кетеді. 100 салауат айтады. Кім 100 салауат айтса бір күнде, Алла оның ақыреттік 70 қажетін дейді. Дүниелік 30 қажетін өтейді дейді. 100 қажетін өтеп береді екен Алла. Ақыреттік ең көбін қаяққа алып қойып тұр, ең қиын кезеңге алып қойып тұр. Яумус сақ дейді. Ең ауыр күн ол. Адамдардың қабағы түйіліп кетеді, ашылмайды адамдардың қабағы ол күні. Бір-бірінен қашып кетеді. Әке баладан, шеше қызынан, әке шешеңнен туған өзіңнің бауырың, әйел бала шағаң ешкім керек емес деп қашатын күнге 70 қажетті алып қойған. Бәрі қашып кетеді бір күні. Ол күні ешкім, пайғамбарлардың өзі қашып кетеді, сізден білесіз бе? Адам атадан бастап қашып кетеді барлығы. Кім ғана қалады? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ғана қалады екен. Көрдіңіз бе? Сол ғана қалады, болды. Және оған айтылған нелер қалады? Салауаттар. Тіпті ғалымдар кейбір риуаяттарда айтады, әлсіз болса да айтып кетейін. Ана қыл көпір бар ғой, өтетін, дұрыс па? Көпірге иман келтірдік қой сол. Сол көпір, қыл көпір. Содан кім дүниеде салауат айтса дейді, маған айтылған салауаттар 2 қолтығынан көтеріп алып өтеді дейді. Көзді ашып жұмғанша.